Дағы бір естен қалғыс нерсе, 58 жылы мен аспирантураны бүттім демедім бе. Ошол жыны мені Ушлезюздің кафедраға госпиталь ассистент қылып қалдырды. Ошол жылы июл августарда бізде медакадемияда 4-ші курсы бүткендер райондон облыстың больницаларынан практика өтеді. 2 ай. 2 айға обязательно бірден мұғалім дайындайды ассистенттерді, руководитель қылып. Мені ошондо Нарынға производственный өтчү практика студенттері 25 студент. Ошолорго жетекчи кылып Нарынға жиберди. Нарынға биринчи барышым мен. Нарын анан барсам ушундай жакшы тозуп алды. А жерде Чокморов Жусуп деген. Бул менен бүткөн институт. Ал сразу ошол бүтө замат областной здравоохранения председатель болуп калды. Забавный здравоотдел. Уже бүткөнүбүзгө 8 жыл болуп калган, 6-7 жыл. Барсам Жусуп бечара күтүп туруптур. Больницадан сразу үйүнө алып жөнөдү. Больницадан эртең таанышабыз деп. Үйүнө эшитип барды. Bir 3-4 комнат үй салып алыптыр. Турмуштары кичине оңолуп калган экен. Аялы мугалим экен, жакшынакай аял, 2 балалы болуп калыптыр. Bir үйүн мен келет дегенде экөөбүз бирге окуп, мындай жолдошчулугубуз, бири-бирибизге мамилебиз жакшы эле. Үйүн алып барып, bir комнат жасап коюптур. Жасап кровать коюп, жасап койгон экен. Маке деди, мына кеткиче эч жака барбайсың, ушул жерде жатасың деди. Ой, Жусупка десем, жок, эч кандай сөз жок. Эмнелерди көрбөдүк, ушул жерде жатасың деди. Боптур деп анан жатып калдым. Эртеси больницага барып таанышып, эски илгерки больницалар экен, анда турмуш өтө начар. Студенттер менен обход жасап, таанышып чыктым. Менин милдетим күнүгө студенттер менен отурууну конференцияга катышмай, андан өзүбүз семинар өткөзмөй. Хирургия боюнча семинар өткөзөм. Анан калган убактыларды баягы как врачебный практика болгондон врачебный ошо бүт баарын үйрөнөт да. Ошентсем 3-4 күндөн Жусуптугана анда деле тынымсыз эле хирургияны окуп жатчымын. 5-ченде bir 3-4 жигит кирип келди ма. Айтты, ушул алыстан bir орун алып келдик эле, сизди Бишкектен келди деп, ошол орунду көрүп берсеңиз деп. Анан алып киргиле дедим, алып келгиле десем, жок кире албайт эшикте деди. Эшикке чыксам мен мындайды көргөн эмесмин. 3-4 ат байланып турат, ору айкайда, оруңар десем, аттын үстүн көрсөт да, үстүндө дейт. Анан bir taberetке алып чыгып, taberetке чыгып, аттын үстүнө bir жоош пейин үстүнө эр токумун ар жак бери жагына жыгачтан аштап, жууркан төшөктү салып туруп жаткызып келген экен. Эми мындайды мен көргөн эмес. Үстөлгө чыгып карасам, жөн эле bir мокочо көрүндү. Ушундай арык, көзү эле арык, ушундай сөөгүлө калыптыр. Курсагы казандай көпкөн. Колу тырышып жазылбайт. Ушу бүкчүрүп ошо жаткан бойдон алып келишиптир. Анан көрүп өтө кыйын экен. Анан больницага жазып бердим, жаткызгыла деп. Бираздан анан bir kişi чуркап келди. Ага жатка албай атат. Ошондон мен характерим резко ачуум келип, анда машина жок жөлө чуркап жеттим больницага. Врачтар чакырып, эмне жаткызган жоксуң десем, бери жака чакырып турбай дейт. Бул орунду биз да буну өзүбүз билебиз дейт. Муну биз чагалы чыгарып жибергенбиз. Бул рак 4-чү стадия. Үйүнөн барып өлсүн деп жибердик эле дейт. Эми кейпи чындыгында эле рак. Ушундай эле сөөгүлөп териси калыптыр. Анан мен ойлонуп туруп, все равно жаткызгыла деп. Жаткызгыла. Ошондой жайлоодон алып келиптир бечераны. Жайлоодон. Анан жаткызгыла кичине анча-мынча дарылап, анан жиберели деп жаткыздым. Эртеси келип сразу история балалардын болезньдерди карасам, жыл сайын жатыптыр bir топ. Анда хирург, онколог, терапевт, акушер бүт бары көргөнүк. Барынын диагнозу рак 4-чү стадия. Рак 4-чү стадия. Запущен.
Ана аяғында шығарып жіберіпті, үйін туғандарына айтып, ештеңе шықпайды шындай ауру, әмі үйіңерге алып кеткеле, үйден өлсін деп. Анан үйінен өлбеген адам Бішпектен келді оқу алышы, жайлаудан ошо бейін үстесін салып алып келіп атыспайды. Адамдың жаны деген оқымыш шында таң қалдым да. Ана мен де айнып қалдым. Көрініші шындығында да ырак қой. Ырак как сей деп қойыз, қатып бүткөл. Ырақтың жаман жері шыл, тілден қалбайды, жедеп, сөгі менен терісі қаңғалды шейіні шыл, сөйлеп жатып өлетті. Анам бұғандай, ойландым неден бір күні Жүсіптіқына дағы, кітап оқып жат, бірақ ұшыл аял мен меймен кетпей қойды. Тұқылы едім, кейде еске түші қалады да. Бұғандай, ойма келе қалды. Ошондан бері, көп жылдан бері, бар әлі рак, запущенный рак 4-ші стадия. Тұқылы ойма келе қалды. Ошондан бері 4-ші стадия. Емін үшін үшінге чейін өлбей келді деп, ұшыл ойма келді. Тұрағалы өлі чұрқадым больницаға. Больницаға чұрқап жетіп, Навакаян шприц салып, обезболить еттір, шишіктің орына толстығын сайсам, моментально ирің атып шықты. Ошы замат айттым, ертеңкі операцияға назначить келеді. Ертесі операцияға назначить еттім, ем огромный киста, яички женскийде, мындай болады. Еми шықпайды, огромный. Анан бір 6-7 литр отсасывает еді. Объемын кішірейтіп тұрып алып шықтым. Ешқандай рак ештіге жоқ. Бұл баяқы женский яичниктен киста деп қоямыз. Ошоған су толып кетеді. Мындай огромный размер ереткі болады да. 16 килограмм алғандайын шықты шо. Алдым, рактың еш рак ештіге жоқ. Бұл огромный киста ашқазанын ішегісін барын қысып отып тамақты шалбай алған. Алып салдым, рак жоқ. Емал больницада условия жоқ. Қан деген жоқ, қан қойыш. Мындайда ар кішіге қан, башқа жеткісті қойыш керек. Физиология 5-40%. Анан глюкоза. И физиология мындан башқа ештіге жоқ. Ушылеконы құйып атабыз, лежбе қан тамырын толтырыш. Ертесі тамыры соқпай, давление жоқ. Өлмей ол, мындайда решительный керек та. Ошонда қан еш жерде жоқ. 25 баланы есіме түше қалды, сырады. Çoğalttırıp, немедленно друг друга проверді, группа кропты. Тегі кішінеке бірінші, ошо группа саппада ететіш керек та. Тез текшеріп көрсе, бешөнің группасы саппада етеді. Бешөні органы жанына жатқызып алып, баяқы студенттерім бар тұрады, венасынан қан алып сырады, прямой. Прямой ар бірінен 200 граммдан қойдым да. Бешөнен кедеді, 1 литрде қойдым оқшайды. Мына, давлениесі көтеріліп, тегі аял бешера сознаниясына келіп қалды. Ой, Құдай жалғасын деп. Андайын бүт внимание ұшында болды. Ошаны тұрғызсақ біз үшін победеді. Анан қолы бұтын ептеп баяқы наркоз беріп атқанда шын түзеп гипс сала қоғамды. Аны оңайменен оңай албайды, тырышып қалады да. Бұл тизе, бұтты, бүктеп, бір жұмышына жатса, бүтті. Қатып қалады, екінші мындай жазышқа қиын болып қалады. Ошоларын әмет болған, вниманиямыздың барлық ошоларда болды да. Анан бір топ күндейін дағы, ептеп қантап дағы қойдық, оңола баштады. Оңола баштады. Тамақ бере баштадық. Өзі тұрғызып, біраз басастырал десек, бір жұмадайын баса албайым деп қойды. Көптен бері жатқан әме арық, құрсақ огромный болсы, бұтым жөнілі өзіншілі секіріп атады, жеп жеңіл болып, башқа болып қалдым деп. Ошоны менен ошол әйел айға баштады. Анан кеткенде мен сұрауымызып тауыштап кеттім, оңолып қалды. Ошол әйелін айғып кетті де. Анан кейін мен келген әйелі шайт еттім, кандидатский. Ошол әйел, бешера біледіген
мындай чоңойгон кызы бар экен, күйөөсү армиядан өлгөн экен. Ошол Тянь-Шаньдан анда пассажир машина эчтеге жок. Bir Kuruzova'ya eптеп жалынып түшүп алып, bir koyun, bir müşök uunu tağıp alıp, oşonu alıp gelip durmaymış. O eşimen kalmayın. Ben просто tanımaygan. Baba страшный кемпир, жапча шелей экен, жапча шелей элек. Ошол кийин кат жазып, өмүр бою ыраазымын деп ыраазычылыгын айтып жүрдү. Кийинчерээк билбей калдым, дайынышып кое калды. Мына бизден баягы врачебный ошибка. Рак өлөт деп таштап койгон да, таштап койгон. Эми ошондо мен деле ишенип бирок деп таштап койсом, уже истощение өлөт эле. Ушул Кудай жалгап медицина случайность болот да. Бай мен жазуучуларды Касым Кайып менен писатель аябай экөөбүз дос элек. Бай биринчи мен анамна жазайын дегенде ошондо сурадым да. Vay Kasım, şu yazıcılarda çımını bolot deydi. Bu çımınыңар силер кайсы вакытта келет dedim de. Aytты, to'g'ri dedi, çımınımız kelet dedi. Uktap atasınbı, köçede basıp baratasınbı, жыйналышта oturasınbı, үйde oturasınbı. Uşu мысль келе калат deydi. Случайно келет deydi. Специальный заказ менен келбейт. Ошону кармап каласың. Ошол разбивает этип отуруп анан жаң китеп болуп чыгат дейт. Анысыкандай медицинада да ошол жатып башыман кетпей койду. Ошондон бери рак болсо кандай чим күчөлбөйт. 4-нчү стадия эч ага өлүш керек. Ушул мысль менен апарат. Тура калып өлчөгөн ириң чыкканда сразу. Мына эч кандай рак жок. Ошол эми ушундай эле ооруларды айыкканда 500 жер калып победа Кудай ырган. Эбай 1000 киши бир тең, анан ушундай кишилерди аяктасаң дагы бир тең. Ошон үчүн кээде бизде ошибка болот. Ошибка болгондо ар жак бер жагын ойлоп, билген кишилер, дополнительный исследование болобу, опытный кишилер болобу, ушулар менен тез таштап койбой. Мен ар дайым айтам, вообще оорunu көргөндө точно оорунун диагнозун билбесең, ооруган кишиге айтпа деп, айтпа. Ошон үчүн врачтар да айтат. Врачтын бир сөзү у, бир сөзү бал деп. Врач айтты, бүт ошого ишенет. Вот ушундай случай менде болгон.